Лондонға сапарым қалай басталды? Өткен оқу жылында Димаштайдың тау ішінде әніне оқушылармен билеп түсірген челленжден жеңіп алған жолдамадан басталды. Осылайша Арман қалаға сапарым сәтімен жалғасты. Мен көп шетелде болып жүрмін, бірақ Лондон мен үшін ерекше ескі қала. Лондонның ең танымал нысаны Биг Бен. Лондон метросы әлемдегі ең көнелердің бірі. Ал кинодағыдай қызыл 2 қабатты автобустар тіпті ерекше деп айтуға болады. Концертке кірген сәттен-ақ залдағы 12 мың көрерменнің қуанышы, әлемнің түкпір-түкпірінен келген фанаттардың шаттыққа толы жүздері мені ерекше сезімге бөліп, концерт басталмай жатып-ақ жүрегім жыли түсті. Ал елімнің гимні ойнаған сәтте ішімнен алаулаған патриоттық сезім керней түсіп, қазақ екеніме мақтаныш ерекше күйге бөленді. Димаштың әр әнін бірге шырқадық. Камераға көп түспейтін жолдасымның өзі қасында ән салып отырды. Бірде қобалжыдым, бірде уайымдадым, бірде көз тимесін деп мақтандым. Домбыраның күмбірі, Димаштың дауысы жанға шипа, жүрекке дауа болды. Халықтың ықыласы мен қазақ баласына деген құрметі мені сөзбен жеткізе алмас бақытқа бөледі. Концерттен соң метромен қонақ үйге оралдық. Ал келесі күні ұшаққа дейінгі уақытты тиімді пайдаланып, Лондонда аралап, театрға барып, қазақ өнерінің әлемдік аренада қалай жарқырап тұрған тағы бір тамашаладым. Бұл сапар жүрегімде мәңгі сақталатын ұмытылмас бір ерекше тарих болып қалды. Әр қазағыма Лондонды көру бұйырсын деп тіледім.